көжектер. Үрпек, үркөк, қоңыртай, маймо төртеуі аулада тығылмақ ойнап жүр. Үркөк қайта-қайта көз жұмып әуре болды. Бір кезде достарын іздеуден шаршаған соң, талдың саясына отыра кетті. Үркек! Үркек! Үркек деймін! Сен неге бізді іздемейсің? Қойшы, осы ойыннан жалығып кеттім. Онда қоласпақ ойнайық. Қойшы, ол да түк қызық емес. Басқа бір ойын ойлап табайықшы. Маған бір қызық ой келді. Бір-бірімізге су шашып ойнайық. Су шашып ойнауға келісем. Табылған ақыл, кеттік достар. Көжектер, маймо, қоңыртай, бұларың не? Ойын! Қандай ойын, қызым? Су шашып ойнау деген. Естеріңде болсын, суды бұлай бейберекет шаша беруге болмайды. Тек қажетінше тұтыну керек. Егер шомылғыларың келсе, орман етегіндегі өзенге барыңдар. Біз бәрін түсіндік. Су тіршілік көзі, табиғат байлығы. Суды қажетінше ғана пайдаланып, барынша үнемдеңдер достар. Ойынға бола ысырап ету дұрыс емес екенін естен шығармаңдар. Судың да сұрауы бар.